Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында ешқандай антибиотиксіз жөтелді емдеп қақырықты түсіретін және де тамақтың қышығанын басатын екі әдіспен бөлісетін боламын. Ең алдымен пиязымызды, яғни жуамызды жақсылап майдалап турап аламыз. Турап болғаннан соң ыңғайлы тарелкамызға саламыз. Бұл әдісті ересектер де балдарға да қолдануға болады. Тарелкамызға салып болғаннан соң үстіне шай қасықпен, яғни кішкентай қасықпен 1,5 қасық балымызды саламыз. Балымыз магазиндікі болса да, яғни не болмаса қолдікі, яғни натуральный бал болса да жарай береді. Менде қолданып жатқаным магазиннің балы. 1,5 қасық саламыз. Содан соң кішкентай қасықпен, яғни шай қасықпен толтырып 2 қасық шекерімізді саламыз. Шекерімізді салып болғаннан соң пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасына 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Қаласаңыздар бір күнге қойып қойсаңыздар да болады. Бұл әдісті 5 жастан бастапқы балдарға қолдануға болады. Ересектер де іше берсе болады. Менде бөлме температурасында 4 сағат тұрды. Енді бетін ашамыз. Біздің пиязымыздың суы ажыратылып шығып, яғни осындай сироп пайда болды. Бұл сиропты 5 жастағы балдар кішкентай қасықпен күніне 3 рет ішеді, ал үлкендер үлкен қасықпен 3 мезгіл ішсе болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Енді екінші әдісімізде 1 стакан сүтімізді осындай кастрөлімізге құйып, газымызды жақсылап пісіретін боламыз. Газымызды баяу отқа қоямыз, содан соң шай қасықтың ұшымен осындай қызыл бұрышымызды саламыз. 1 қасық бал саламыз. Және де 1 қасық май саламыз. Жақсылап араластырып, сүтімізді қайнағанша жақсылап пісіретін боламыз. Көріп тұрғаныңыздай біздің сүтіміз қайнап пісіп дайын болды. Бұл сүттің құрамында қызыл бұрыш тамақтың қышығанын басады, ал бал мен май қақырықты жібітіп, жөтелді азаюына көмектеседі. Міндетті түрде қолданып көріңіздер, сіздерге пайдасы тиетініне сенімдімін. Жөтелімізді небәрі антибиотиксіз емдеген дұрыс деп ойлаймын. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Сіздермен болған Әсел. Баршаларыңызға рахмет. Егер видеоны қараған болсаңыздар, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.